Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Біз бүгін Xiaomi компаниясының су жаңа маркасы Redmi K30 смартфонына шолу жасайтын боламыз. Ендеше каналдан алыстамаңыздар. Кеттік достар. Xiaomi компаниясы Redmi K30-ды 5G және 4G ретінде шығарды. Екеуінің айырмашылығы аса көп емес. Сіздер көріп тұрған смартфон 5G желісін қолдайды, 4G-ге қарағанда біраз ерекшеліктері бар. Біз толық шолуды бастайық. Көріп тұрғандарыңыздай дизайн өте керемет. Дисплейі Full HD шынайы көрініс 3D дисплей. Дисплейдің көлемі 6,67 дюймді құрайды. Селфи камера шеткі жағына орналасты. Екі камера 20 және 2 қосалқы мегапикселден тұрады. Қосалқы камераның арқасында сіз өз суреттеріңізді барынша сапалы етіп түсіре аласыздар. Қуаттағыш кабелі Type-C 65 ваттпен өте жылдам қуаттай аласыздар. Артқы негізгі камерасы 64 мегапиксель және 13,5-8 қосалқы камерадан тұрады. Артқы камерасы арқылы түнгі режимде де өз суреттеріңізді сапалы етіп түсіре аласыздар. Көмекші камерамен сіз объективті 120 градуспен түсіре аласыздар. Бұл кең көріністі экранға түгелдей сыйдырып көрсете алады. Негізгі жадының көлемі 64, 128 және 256 гигабайт болып бөлінеді. Ал процессорының көлемі 730 Snapdragon'ды құрап отыр. Аккумуляторының көлемі 4500 мАч құрайды. Сатылымға 2020 жылдың бас жағында шығады деп жоспарлап отыр. Толық ақпаратты Xiaomi'дің жеке сайттарынан көре аласыздар. Бүгінге осы достар. 5 секунд уақытыңызды бөліп, видеоға лайк басып және де каналға жазыла кетіңіз. Алдағы уақытта қазақша қызықты смартфондарға шолу жасайтын боламыз. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.